Ассалаумағалейкум, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін біз баланы қырқынан шығару, қырқына дейін баланы қалай шомылдырамыз, осы тақырып жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Бала дүниеге келген соң азан шақырып есімі қойылады. Одан кейін баланың кіндігін түскенін күтеміз. Кіндік түскен соң шомылдыра беруге болады. Баланы алғаш шомылдырғанда барлық жеріне су тиетіндей етіп мұқият шомылдыру керек. Сол алғаш шомылдырған судан өзіңізге қажетті мөлшерде суды алып қалған дұрыс. Себебі баланың кейде су тимей қалған жерлері болса, қызарып, бала мазасызданып бастайды. Сол кезде қалған сумен шайып, қызарған жерін тез кетіруге болады. Баланы тұзды суға, сабынды суға және итошаған череда суға кезек-кезекпен шомылдырып тұру керек. Тұзды су балаға өте пайдалы. Бұл бала ширақ, тез ет алып өсуіне көмектеседі. Денесінде пайда болған жара, дақтарды тез кетуге көмек береді. Ал сабынды су баладағы микробтардан қорғайды. Ал череда суы баланың денесіне қызыл бөртіктер пайда болса, әсіресе жаз айында баланы ыстық басып кеткен жағдайда осы суға шомылдыру керек. Бірақ ешқашанда шомылдырып болған соң баланы майлауға болмайды. Май сәбидің терісін бітеп тастайды. Ол балаға ауырлық етеді. 40 күн бойы баланы сырт адамға көрсетпей үйде ұстаған дұрыс. Ал 40-нан шығаруға келер болсақ, бала 40 күн толғаннан кейін, ер бала болса 35-37 күннен кейін 40-нан шығаратын болған. Бұл әрине ырымдап жатамыз, алатын қызының қалың малы аз болсын деп. Бірақ меніңше бұл олай емес. Ер баланы 40-нан ертерек шығаратын себебі қамшы ұстар, азамат болсын, мал жанына ертерек, отбасына ертерек көмегін берсін, ер азамат болсын деп ертерек шығарған. Ал қыз баланы керісінше 40 күн немесе 40 күннен асырып шығарған. Мұндағы ең басты мақсат қыз ерте бой жетпесін, қызға 40 үйден тыйым, әйел 40 шырақты, қыздың 40 жаны бар деп бекер айтпайды. Сол себептен де 40 саны өте киелі. Әрі қыздың қалың малы көп болсын деген ниетпен де осылай қызды 40 күнде немесе 40 күнді асырып 40-нан шығарады. 40-нан шығару рәсімінде отбасы мүшелерімен және бала дүниеге келген кезде кіндік ата-анасы тағайындалады. Солар келіп баланы 40-нан шығарады. Баланы 40-нан шығаратын ыдыс таза болу керек, мөлдір таза су болу керек. Сол ыдыстың түбіне күміс білезік, жүзік, сырға, күмістен жасалған бұйымдар салатын болған. Күміс ол тазалықтың белгісі. Баланы 40 қасық су құйып, 40 қасық су құйып жатқан кезде, сол кезде келген қонақтар 40 тілектерін айтып, өздерінің ізгі ниеттерін білдіріп, баланы 40-нан шығаратын болған. Баланы 40-нан шығарғаннан кейін қарын шашын алатын болған, сүт тырнағын алатын болған. Қарын шашын алған кезде шашты ақ матаға орап, одан тұмар жасап бесіктің төбесіне қойған. Ал тырнақты адам аяғы баспасын деп ағаштың түбіне көміп тастаған. Сол ағаш сияқты тамыры терең болсын деген ниетпен де. Ата-бабаларымыз баланы 40-нан шығаратын кезде құйрық маймен сылап, немесе өсімдік маймен, не мақта маймен сылап, сипап жатады. Жалпы бұл дұрыс емес. Үлкен кісілерге осылай айтсаңыз, сендердің барлықтарың осылай өскенсіңдер, ештеңе де болған жоқ, аман жүрсіңдер, бұрынғылар бекер бұлай жасаған жоқ деп бой бермейді. Алайда Алаштың ардақтысы Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегінде арнайы баланың шомылдыру деген бөлімі бар. Сол еңбекте былай делінген: пісуіне, шынығуына тұзды судың пайдасы бар. Ал енді баланы маймен сылау тіптен де дұрыс емес. Май терінің тесіктерін бітеп тастайды, еңсені көтертпейді, ауырлатады, кірлетеді, терлетеді. Баланы өстеп денесінің құрыстарын жазу аса теріс болмас. Бірақ еп керек. Өстеп баланың бір жерін шығарып алып жүрме делінген. Мағжан атамыздың қазіргі тілмен айтқанда жаңа туылған сәбиге ЛФК керек. Яғни бойын, қолын, аяғын арнайы жаттығулар жасау керек. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп,
қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта 1 айлық баланың қалыпты дамуы мен 1 айлық балаға жасалатын ЛФК-ның түрлерін, жаттығу түрлерін көрсететін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.